Номері 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжі. Бастауыш білім беру мамандығы. Бастауыш білім беру біліктілігі бойынша білім алып жатқан 32-ші Б топ білім алушыларына қазақ тілін оқыту әдістемесі пәнінен 13 сәуір мен 16 мамыр аралығында өтетін мектептегі байқау практикасы бойынша қашықтықтан әдістемелік нұсқаулықты ұсынамын. Практика жетекшісі Тілекеева Фариза Аблаевна. Мектептегі байқау практикасының мақсаты: болашақ бастауыш білім беру мұғалімдерінің теориялық білімдерін практикада тиімді қолдана алу машықтарына үйрету, оқытудағы іскерлік дағдыны бекіту, жаңартылған білім мазмұнына сай оқу жоспарын меңгеру жолдарын үйрену, интербелсенді әдіс-тәсілдерді ұтымды қолдану. Критериалды бағалау жүйесін меңгеру, байқау және бақылау тәжірибесінің мәні мен мазмұны туралы түсінік беру, тәжірибенің мақсат-міндеттерін нақтылау, сауат ашу, қазақ тілі және әдебиеттік оқу пәндерін оқу жоспарларын, ұзақ мерзімді жоспар, орта мерзімді жоспар, күнтізбектік тақырыптық жоспар, қысқа мерзімді жоспарларды толық меңгеріп, осы құжаттардың қолданылу орны жайлы білім, білік дағдыларын қалыптастыру. Мектептегі байқау практикасының міндеттері: білім алушылардың оқу үрдісін бақылау және оның нәтижелерін талдау біліктерін қалыптастыру, бастауыш сынып мұғалімінің оқу жұмысын жоспарлау жүйесі мен мазмұнын зерттеу, білім алушы практиканттың бастауыш сыныпта оқу жұмысын ұйымдастыру іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру, білім алушыларды сабақты өткізудің тәсілдерімен қамтамасыз ету. Практика барысында білім алушылар 21 ғасырда адамға қажетті мына қасиеттер мен қабілеттерді бойларына қалыптастыруы қажет. Олар: коммуникативтік қабілеттер, шығармашылықпен білуге құмарлық, ақпаратпен жұмыс жасау дағдылары, әлеуметтік жауапкершілік, сын тұрғысынан ойлау және жүйелі ойлау, өзіндік дамуға бағыттылық, мәселені қойып, оны шешу дағдылары. Сонымен қатар, сөйлеу әрекетінің 4 түрін дамыту жаңартылған білім мазмұнының ең басты талабы. Олар: тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым. Бұл жөнінде осыдан 1 ғасыр бұрын қоғам қайраткері, ұлы жазушы, педагог-психолог Жүсіпбек Аймауытов былай айтып кеткен екен: бала әуелі тәжірибеге талпынып, нәрсемен танысып, сонан кейін сол нәрсе туралы сөйлесін, тыңдасын, жазсын, оқысын, тілге үйренсін деген екен. Табысты келешекке қол жеткізудің шарттары мен сөйлеу әрекетінің дағдыларын бойына қалыптастыра отырып, білім алушылар жаңартылған білім бағдарламасының мына ерекшеліктерін ұғынуы тиіс. Пән мазмұнының спиральді қағидатпен берілуін, Блум таксономиясының ойлау деңгейінің қалыптасуын, бір білім беру аясындағы және пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру мақсатында ортақ тақырыптардың берілуін, оқу үдерісін ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар арқылы ұйымдастыруды, оқытудың тәрбиелік әлеуетін арттыру, оқушының адамгершілік рухани қасиеттерін қалыптастыруды, білім беру деңгейлері аралығында пән бойынша сабақтастықты ескеруге мүмкіндік беретін толық оқу курсы бойынша педагогикалық мақсат қою, бөлімдердің мазмұны мен ұсынылған тақырыптардың уақыт талабына сәйкес келуі, әлеуметтік дағдыларды қалыптастыруға назар аударылуы, оқытудағы жүйелі әрекеттік ұстаным, оқушының білім алу үдерісіне белсенді қатысуын. Жаңартылған оқу бағдарламалары. Оқу бағдарламасы әр пәннің мақсатын, құндылықтарын белгілейді. Мұғалімнің ұстанымына сәйкес педагогикалық тәсілдерді қысқаша сипаттайды. Бұл құжат
әр пәннің құрылымы мен мазмұны туралы ақпаратты қамтиды. Оқу бағдарламасының мазмұны бөлім, бөлімше, ортақ тақырыптар бойынша берілген. Бастауыш білім беру бағдарламасының құрылымы: бірінші, түсіндірме жазба; екінші, пәнді оқыту мақсаты мен міндеттері; үшінші, оқыту процесін ұйымдастырудағы педагогикалық әдіс-тәсілдер; төртінші, оқу жетістіктерін бағалау тәсілдері; бесінші, пәннің мазмұнын ұйымдастыру. Бесінші бөлімнің ішінде оқу жүктемесінің бөлінуі, оқу бағдарламасының мазмұны, оқу мақсаттарының жүйесі, ұзақ мерзімді жоспар жайлы мәліметтер келтірілген. Мектептегі байқау практикасы бойынша 32-ші Б тобының электронды почтасына жіберілген құжаттар. Орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде қолданылатын құжаттар топтың электронды почтасына жіберілді. Олар: Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы 2019-2020 оқу жылында Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдарында оқу тәрбие процесін ұйымдастырудағы ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хат, мұғалімдерге арналған әдістемелік нұсқаулық, оқу бағдарламалары 1-4 сыныптар аралығындағы сауат ашу қазақ тілі әдебиеттік оқу пәндері бойынша, оқу жоспарлары сауат ашу қазақ тілі әдебиеттік оқу пәндері бойынша, бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық, қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы, жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар. Сонымен қатар білім алушыларға мына сайттарда ұсынылды. Білім алушылар осы сайттарға кіру арқылы практика барысында өздеріне керекті мәліметтерді ала алады. Және де почтаға қысқа мерзімді жоспардың үлгілері мен сабақты өткізуге қажетті тиімді әдіс-тәсілдерде ұсынылды. Бастауыш сыныпқа арналған ортақ тақырыптар. Бастауыш сыныптарда 8 ортақ тақырып бар. Қызылмен белгіленген тақырыптар осы 4-ші тоқсандағы ортақ тақырыптар болып табылады. Білім алушыларға қысқа мерзімді жоспар үлгісін ұсынбақшымын. Қысқа мерзімді жоспардың алгоритмі қысқаша былай жүреді. Ең бірінші пәннің аты жазылады. Сауат ашу пәні деп қойдым. Одан кейін бөлім, яғни қай бөлімнің тақырыбын өтіп жатыр, сол бөлімді міндетті түрде жазып кету керек. Келесісі сыныбын толтырады. Білім алушының аты жөні, қатысқандардың саны және қатыспағандар саны толтырылады. Сабақтың тақырыбы жазылады. Сабаққа негізделген оқу мақсаттары жазылады. Бұл оқу мақсаттарын орта мерзімді жоспардан сабақтың тақырыбына сай таңдап алу керек. Келесісі сабақ мақсаттары. Жоғарыда таңдалған оқу мақсаттарына қарап, сабақ мақсаттарын білім алушы өзі құрастыруы тиіс. Жаңартылған білім мазмұны аясында мектептегі білім беру үрдісінде балаларға деңгейлеп оқу әдісі қолданылуда. Олар барлық оқушылардың басым бөлігі және кейбір оқушылар. Міне осы барлық оқушыларға орындай алатын, оқушылардың басым бөлігі орындай алатын және кейбір оқушылар орындай алатын сабақ мақсаттарды осы жерге жазып қою керек. Сабақ мақсаттарынан кейін бағалау критерийлері жасалынады. Бағалау критерийлері сабақ мақсаттарына сай құрылуы тиіс. Келесі бөлім тілдік мақсат. Бұл жерде пәнге қатысты негізгі сөздер мен тіркестер, термин сөздер жазылады. Сонымен қатар сыныптағы тақырыпқа байланысты оқушылармен арадағы диалогты да осы жерге жазып қоюға болады. Келесі бөлім құндылықтарды дарыту. Ол тақырыпқа байланысты. Тақырыптың тәрбиелік мәнін ашатын дүниелерді осы тұсқа жазады. Мысалы, табиғатта аялауға, жаралы кептер әңгімесін оқыту арқылы құстарды, жан-жануарларды қорғауға үйрету деп жазып кеткен. Келесі бөлім ойлау деңгейі. Бұл жерде Блум таксономиясының
ойлау деңгейінің 6 дағдысының біреуін таңдап қояды. Бастауыш сыныптар үшін көбінесе осы түсіну мен қолдану дағдыларын қолданса болады. Себебі балаларға түсіндіре отырып, түсінген білімін, алған білімін балалар қолданып отырып жұмыс жасайды. Келесі бөлім пәнаралық байланыс. Қай пәнмен байланысады? Сабақ сол пәнді жазып қою керек. АКТ қолдану дағдыларына ақпаратты коммуникативті технологияның қандай әдісін, қандай техникалық құралдарды қолданды, соны жазып кетеді. Келесі бөлім алдыңғы меңгерілген білім. Осының алдында қандай білімді меңгерді, қандай тақырыпты өтті, соны жазып қою керек. Енді сабақтың барысы. Жалпы бұл жерде 3 бағанға бөлініп тұр. Ең біріншісі жоспарланған уақыт, одан кейін ортадағы баған жоспар бойынша орындалуы тиіс іс-әрекеттер, 3-ші бағанда дерек көздер немесе ресурстар деп аталады. Яғни ортадағы бағанда ең бірінші ұйымдастыру кезеңі жазады. Ұйымдастыру кезеңін қандай әдіс тәсілмен ұйымдастырады, оны білім алушы өзінің шеберлігіне қарай ұйымдастыра алады. Ынтымақтастық атмосферасын міндетті түрде сабақ басталмас бұрын орнату керек. Дерек көздерге бұл жерде осы ұйымдастыру кезеңінде қандай көрнекіліктерді қолданады, соларды жазып қоюға болады. Келесі үй тапсырмасын сұрайды. Бұл жерде қысқаша ғана үй тапсырмасы, өткен тақырыпты пысықтап, сұрақтар қояды балаларға. Өткен тақырып бойынша жаңағы әртүрлі әдіс тәсілдерді қолданып тапсырмалар орындатуға болады. Осы жұмысты жүргізіп жатқан кезде слайд қолданды ма, жоқ әлде перфокарта қолданды ма, оның барлығы ресурстар бөліміне, яғни дерек көздер бөліміне жазылып тұруы тиіс. Келесі, енді жаңа сабақты бастамас бұрын әртүрлі әдіс тәсілдерді пайдаланып, балалардың қызығушылығын оятып алу керек. Бұл сабақтың ортасына 25 минут бөлінеді, яғни ең негізгі кезеңі жаңа тақырыпты түсіндіріп балаларға ұғындыру керек. Сонымен қатар, осы жаңа тақырып бойынша жұмыстар да осы кезеңде атқарылу керек. Жаңа тақырып бойынша қандай көрнекілікті қолданды, оны да дәл соның тұсына ресурстар бөліміне жазып қою керек. Міне жаңа тақырып бойынша ойынды ұйымдастырып жатыр, көрнекіліктер қолданылып жатыр. Дәптермен жұмысты да міндетті түрде осында жазып қою керек. Келесі артық сөзді табыңдар дейді. Мұнда да жаңа тақырып бойынша жұмыстар жүргізілуде. Одан кейін міндетті түрде балалар шаршап кеткендігін басу үшін сергіту сәтін ұйымдастыру керек. Оны қандай формада өткізесіздер, дерек көздер бөліміне жазып қою керек. Қуырмаш сергіту сәтін бейнеролик арқылы өткізуге болады. Келесі, енді жаңа тақырыпты өтіп біткеннен кейін кері байланыс, яғни ұшақ әдісі арқылы ұйымдастырыпты. Бұл жерде балалармен міндетті түрде бүгінгі тақырып бойынша кері байланыс жүргізілуі тиіс. Кері байланыс жүргізгеннен кейін сабақтың ең соңында балалардың өзіне рефлексия жасату керек. Мұнда білім ағашы әдісін пайдаланып рефлексияны жасаған. Егер рефлексияны қандай ресурспен жасатты, ол ресурсты да міндетті түрде дерек көздер бөліміне жазып қою керек. Келесі, енді мұнда қысқа мерзімді жоспардың аяғына таман саралау деген бөлім бар. Бұл саралау бөлімінде А деңгейі, Б деңгейі, С деңгейі бойынша берілген тапсырмаларды жазып қою керек. Бұлар қайдан шығады? Бұлар сабақ басталмас бұрын қысқа мерзімді жоспар құру кезінде сыныпта оқушылардың көпшілігі, оқушылардың барлығы және кейбір оқушылар орындай алатын мақсаттар құрастырылған. Міне сол 3 деңгейге байланысты нақты қандай тапсырма берілді немесе беріледі, соны осы саралау бөліміне жазып кету керек. Келесі, ортадағы баған, ол бүгінгі сабақты қандай әдіс тәсілдермен бағаладың, сол туралы жазылып кеткен. Мысалы, мұнда мадақтау сөздері, смайликтер арқылы бағалау, от шашу, мені қолтаңбап әдістер арқылы бағалау деп көрсетіп кеткен. Келесі, 3-ші бағанда
пәнаралық байланыстың, қауіпсіздік ережелерінің сақталуы, құндылықтармен байланыс болғандығы жөнінде осы тұсқа жазып қою керек. Енді ең соңында бұл жерде ойлану, сабақ мақсаттары жүзеге асырылды ма, жоқ әлде болашақта тағы қандай өзіңе ұсыныс бересің? Мұнда мұғалім өз-өзіне қысқаша рефлексия жасайды және оны жазып қояды. Енді осы атқарылған жұмыстарды практика бойынша берілген тапсырмаларды Білім.kz порталына және менің электронды почтама жіберулеріңіз тиіс. Байқау және бақылау тәжірибесі аяқталған соң білім алушылар нені меңгереді екен, нені біледі? Бастауыш сыныптың жаңа форматтағы оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының мазмұнын және құрылымын, ұзақ мерзімді жоспар, орта мерзімді жоспар, күнтізбектік тақырыптық жоспар, қысқа мерзімді жоспардың құрылымы мен мазмұнын, бастауыш сынып мұғалімінің бастауыш сынып білім алушылармен оқу жұмысын жоспарлау мен ұйымдастыру тәсілдерін, бастауыш сыныптың сауат ашу, қазақ тілі, әдебиеттік оқу сабақтарын оқытудың әдістерін, сабақ пен сыныптан тыс шаралардың мақсаттары мен міндеттерін анықтау, сабақ түрлерінің құрылымы мен мазмұнын, оларды даярлау және өткізу әдістемелерін, бастауыш сынып білім алушыларының танымдық қызығушылықтары мен мотивтерінің мазмұнын, үй тапсырмасының түрлерін және оларды бастауыш сынып білім алушыларының өз бетімен орындау деңгейін, бастауыш сынып білім алушылары мен бастауыш сынып мұғалімінің пәндер бойынша сабақтан тыс оқу жұмысын ұйымдастыру мазмұны мен ерекшелігін, саяхатқа дайындалу мен өткізу мазмұны мен әдістемесін және мынандай машықтарды меңгереді. Оқу, көрнекі құралдарын жасақтау және қолдану, кіші мектеп жасындағы білім алушылардың зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыру, тақырыптық күнтізбектік жоспар және қысқа мерзімді жоспар құрастыру, пән бойынша сабақтар мен сыныптан тыс жұмыстарды өткізу, балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, сабақты өткізудің тиімді формалары мен әдістерін, тәсілдерін таңдауы. Және әдістемелік құралдар және оқулықтармен жұмыс жасау, дидактикалық материалдарды, көрнекі және техникалық құралдарды пайдалану, сабақтар мен оқу жұмыстарына шығармашылық пен оқу материалдарын іріктеу, бастауыш сынып мұғалімінің оқу тәрбие қызметін бақылау және оны талдауды жүзеге асыру, оқыған материал мазмұнын меңгеруге бастауыш сынып білім алушыларының оқу танымдық жұмысын ұйымдастыру кезеңдерін айқындау. Сонымен қатар білім алушылар мынандай дағдыны бойына қалыптастыра алады. Сабақтың мақсаты мен міндеттерін анықтау, жоспар конспекті құру және өткізу, сабақта жаңартылған білім мазмұны бағдарламасының интербелсенді тәсілдері мен оқытудың 7 модулі бойынша технологияларды пайдалану, тәжірибе кезінде өз қызметін бақылау және талдау, көрнекі құралдар мен дидактикалық материалдарды сабаққа және сыныптан тыс оқу жұмыстарына дайындау, өздігінен дайындалуды ұйымдастыру, болашақ мұғалімнің портфолиосы мазмұнын жаңарту. Практика аяқталған соң білім алушылар сауат ашу, қазақ тілі, әдебиеттік оқу пәндері бойынша портфолионы толықтыру керек. Назарларыңызға рахмет.